Бірінші сыныпқа қабылдау туралы өтініш беру үшін sakura24.kz сайтын ашу керек. Содан кейін қаланы, ауданды таңдаңыз. Басты беттегі қабылдау үшін өтініш беру бөлімін таңдаңыз. Портал арқылы сіз бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламаларында оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан құжаттарды қабылдау және білім беру ұйымдарына қабылдау мемлекеттік қызметін пайдалана аласыз. Бірінші қадам: ата-ананың байланыс деректерін толтырыңыз. Мобильді телефонның негізгі нөмірі өрісін толтыру міндетті. Қызыл түспен белгіленген толтыру міндетті емес жолдарын қажет болған жағдайда ғана толтыра аласыз. Ұялы телефонның негізгі нөмірі мен қосымша нөмірлер бөлімдерінде сандарды толтырып, SMS арқылы растау кодын алу батырмасын басыңыз. Көрсетілген нөмірлерге 4 таңбалы растау коды жіберіледі. Келесі бетке өтіңіз. Екінші қадам: ата-ана мен бала туралы ақпараттарды толтыру. Ашылған терезеде ата-ананың немесе заңды өкілінің ЖСН өрісінде сіз ЖСН-іңізді енгізіп, ЖСН тексеру батырмасын басуыңыз керек. Тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы, жынысы және тұратын жері автоматты түрде толтырылады. Сіз баланың Қазақстан азаматы, шетелдік немесе басқа елде туылған Қазақстан азаматы екенін таңдауыңыз керек. Баланың ЖСН өрісіне сіз оның ЖСН-ін енгізіп, ЖСН тексеру батырмасын басуыңыз керек. Тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы, жынысы, уәкілеттілігін растайтын құжат және мектеп туралы ақпарат жолдары автоматты түрде толтырылады. Содан кейін сурет өрісіне суретті жүктеу батырмасын басыңыз. Ашылған терезеде 3/4 фотосуретті таңдап, ашу батырмасын басыңыз. Денсаулық туралы 063U анықтамасы өрісінде фотосуретті жүктеу батырмасын басып, 063U анықтамасын таңдаңыз және ашу батырмасын басыңыз. Келесі бетке өтіңіз. Үшінші қадам: ақпараттандыру. Бірінші сыныпқа қабылдау туралы өтініш берген кезде 3 түрлі мектепке 3 өтінім беру қарастырылған, 1 бөлімге және 2 квотаға. Келесі бетке өтіңіз. Төртінші қадам: мектеп таңдау. Шағын учаске бойынша мектепті анықтау үшін нақты тұратын мекен жайын таңдау керек. Көше атауын және үй нөмірін енгізу керек. Мекен жайдың толық атымен аталатын тізім пайда болады, соны таңдау керек. Соның ішінен өз мекен жайыңызды таңдаңыз. Содан кейін оқыту тілін таңдаңыз. Шағын учаске бойынша мектеп автоматты түрде шығады. Таңдау батырмасын басыңыз. Қалаған мектепте квота бар болса, сіз сол мектепті таңдауыңызға болады. Келесі бетке өтіңіз. Бесінші қадам: хабарландырулар алуға келісім беру. Хабарлама түрі мен ақпарат алу тілін көрсетеміз. Алтыншы қадам: енгізілген деректерді тексеру. Бұл соңғы кезең болып табылады. Сакурада сізге жиналған барлық ақпарат көрсетіледі, оны растау сұралады және мектепке электронды өтініш жіберіледі. Сізге өтініш беру және нөмір тағайындау туралы хабарлама келеді. Мінекей дайын болды.